When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Басты әріптер ол о және ё. Басты айырмашылық олардың дыбысталуында. Тіке тұрған о әрпі ашық айтылады. Ал горизонталды түрде жазылатын о әрпі ол қатаң айтылады. Тіке тұрған о әрпінде аузымыз біздің овал түрінде ашылады. О болып. Ал екінші горизонтальды түрде болатын о әрпі ол бізде қысқаша айтқанда нақты айтылады. Ерніміз домалаққа айналады және резко айтылады. Мысалы, айырмашылық міне. О. Шынымен негізі айырмашылық тек аузының қимылдауында. Мысалы үшін екі сөз алайық. Біреуі ана сөзі, омони. Ал екінші сөз аға сөзі. Оппа. Екі сөзде екі түрлі о әрпі қолданылған. Омони, оппа. Омони, оппа. Осымен бүгінгі роликті аяқтаймын. Келесі сабақта ё және ё әріптерінің айырмашылығын тағы түсіндіретін боламын. Бүгінгі тақырыпты барынша дұрыстап түсіндіргім келді. Бірақ педагогикаға байланысты, тілге байланысты менде ешқандай профессионалды білім жоқ. Бірақ өзім самоучка ретінде сіздерге жеңілдеп үйрететін боламын.